Орман ішінде бір түлкі жем іздеп жортып келе жатты. Ол бір ағаштың түбіне жете бергенде, мұрнына әлдеқандай жағымды иіс бұрқ ете қалды. Ол бұның ірімшіктің иісі екенін сезе қойды. Түлкі мойнын созып ағаш басына қарап еді. Аузында тістеген ірімшігі бар бір қарға ағаш бұтағында мандырсып отыр екен. Іште есеп жасаған түлкі қарғаға қарап, «Амансыз ба, қаргеке?» деп сәлем берді. Қарға деп мыңқ етті де үндеген жоқ. Түлкі ары қарай сөйлей жөнелді. «Қаргеке, сіздің қауырсыныңыз қандай әдемі, қап-қара, жып-жылтыр. Құстардың ішінде сұлулықта сізге жетері жоқ қой», деді. «Тіпті бар ғой, сіздің саңғырығыңызды да анау бәріміздің жауымыз адамзат та әттерлеп қысыла қалса, біздің де қолымызға қарға тышар деп жатады. Онысы ырыскелер дегені екен, міне, білдіңіз бе? Менің де қолыма бір саңғырып жібересіз бе, қаргеке?» Қарға тағы да деді де үн қатқан жоқ. Қу түлкі даусын қаттырек шығарып, «Қаргеке, қаргеке, сіздің даусыңыз қандай әдемет. Ормандағы құс біткен сізше сайрай алмайды», дейді. «Көптен бері сіздің даусыңызды естімей сағынып қалдым. Бір ән салып жіберіңізші», деді, құйрығын бұлғаңдатып. Бағанағыдан бері мақтауларға ләм демеген қарғаның кеудесі осы кезде қуаныштан тасып кетіп еді. Ол ән шырқамақ болып, аузын ашып, қарқ-қарқ етті. Ірімшігі жерге салп етті. Қу түлкінің күткені де осы еді. Жерге түскен ірімшікті қағып алып, алды-артына қарамай зып берді.